қуанышқа бөлеген. Ар күнәмді көз жасымен төлеген, ойлап қарасам қалдыңыз сағыныша, өтеп болмас қарыздарыңдың көбеген. 4 бөлік түн ұйқысын көзілмейді, қаламыз жақсылығын сезінбейді, құрсанғанда көтерген анамыздың көтере алай қаламыз бір ауыз сөзін дейді. Кішкене ғана үй болыпты, сол үйде бір ана һәм бала жасайды екен. Уақыт өтіп, бала ер жетті. Сонда бала бір қызды іш отында жаныпты, күйіпті. Күндердің бір күнінде жігіт тал астында 2 жас көрісуге шығыпты. Сонда жігіт қызға қарай сөз бастапты. Онда бір шартым бар. Анасы болсаң мені ырастап, әке өтпе өз анаңның жүрегін. Сонда жігіт еш ойланбастан аяғын қолына алды да үйіне тәрбіне қарай жүрді. Жігіт қолына тоқпақты алды да анасының қасына бір қойды. Һәм анасының көкірегінен жігітті суырып алды. Жігіт қыздың жанына барып уақытында босағадан шығып түседі. Һәм қолындағы жүрек ана ұлым жерге барып тұмалып кетеді. Сонда жүрек бірден түрге кіреді. Абайла, қарамау, еш жерің ауырмайды ма? Жігіт бойын тіктіріп жүректі алды да қыздың жанына жуырды. Жігіт қыздың жанына барып былай сөз бастады. Мен сенің көкегіңе оралдым, бұл анамның жүрегі. Бұл менің саған берген сынағым еді. Сен бұл сынақтан өте алмадың. Өз анаңның қадірі білмеген менің қадірімді қайдан білесің? Yeah.